тәуелсіздігіміздің 25 жылдығында үлкен бір жетістікке осындай заводпен жеттік деп ойлаймын. Осы 2 жылдың арасында 200-ден астам ауру Америка құрама штаттарынан, Кувейттен, Индиядан, тағы сол елдерден келіп емделіп жатыр. Переезд столицы сюда, в Акбалу, наверное, дали такие мощные толчки развитию нашей компании. Қазақстан жөнінде түсірілген кез келген деректі фильм бейнематериал барысында Астана жөнінде айтылмауы, қаланың сұлу көріністері бейнеленген кадрдың көрсетілмеуі мүмкін емес. Бұл заңды құбылыс. Өйткені елдің бүгіні мен келешегіне қатысты барлық маңызды мәселелер осы шаһарда шешіледі. 18 жылдан бері қазақстандық биліктің тұрақты мекен жайы бол. Және тәуелсіз Қазақстанның сәтті жүзеге асырған жемісті жобасының бірі және бірегейі Астана. Елорда 2015 жылдан бастап республикалық бюджетке кіріс түсіретін донорға айналды. Былтыр Қазақстан экономикасы өсімінің 40%-ын қамтамасыз етті. Ал еліміздің тәуелсіздік жылдарында жеткен басты жетістігі қандай? Сандарға көз жүгіртсек, 25 жылда қазақстандықтардың табысы 40 еседе өсті. Орташа еңбек ақы 17, жалпы ішкі өнім 20 есеге артты. Шамамен 2 миллион жұмыс орны ашылды. 25 жылда халық саны көбейді. Халықты баспанамен қамтамасыз ету үшін 109 миллион шаршы метрден астам тұрғын үй пайдалануға беріліп, миллион отбасы пәтерге қол жеткізді. Тұрғын үй құрылысына салынған инвестиция көлемі 70 мың есеге артты. Нұрлы жол бағдарламасы қолға алынғаннан бері 425 мың шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілді. Енді жоспарға сай 2016-2017 жылдары тағы 1,5 миллион шаршы метрден астам үй салу көзделіп отыр. Тез арада халықты баспанамен қамтуға үй құрылысы комбинаттары септігін тигізуде. Соның бірі Астанада бой көтерді. Мұнда жасалған дайын материалдарды пайдалану арқылы 6 ай ішінде 16 қабатты тұрғын үйдің құрылысын толық аяқтауға болады. Әлемдегі ең үздік үй құрылысы комбинаттарының бестігіне кіретін кәсіпорынның жұмысымен толығырақ танысу үшін біз сонда бас сұқтық. Құм болсын, цемент болсын, қиыршық тас болсын, солардың бәрі өзіміздің өнімдер. Металдың негізгі бөлігі де осы біздің Қазақстанда аламыз. Ал мысалы кейбір материалдар болады. Ол мысалы химиялық өнімдер, құрылыс материалдарының қоспалары, ондай материалдарды Қазақстанда табуға, алуға мүмкіндік жоқ. Сондықтан біз шет елдерден алуға мәжбүр етеміз. Пәтерлердің бағасы нұрлы жол тұрғын үй бағдарламасындағыдай болады. Ол бағдарламада 1 шаршы метр үйдің бағасы шамамен 200 мың теңгедей болады. Ал сапа жағы? Біз біріншіден өзіміздің сапасына қараймыз. Өніміз басынан аяғына дейін 3 түрлі бақылаудан өтеді. Ол бақылауға арнайы адамдар қарайды. Сондықтан мен өзіміздің сапамызға кепіл беремін. 100% кепілдік бере аласыздар ма? Бере аламыз. Халықты қолжетімді бағадағы баспанамен қамтуға ірі құрылыс компаниялары да атсалысып келеді. Соның бірін кәсіпкер Бауыржан Исабаев басқарады. Еңбек жолын қарапайым құрылысшыдан бастаған ол, еліміз егемендік алғаннан кейінгі жылдары студенттік достарымен бірлесіп, кәсіпорын ашуға бел буды. Бүгінде бизнесмен толағай табысқа кенеліп, Forbes тізімнен бір-ақ шықты. Табысты болудың құпиясын кәсіпкердің өзінен сұрап білсек. Студенты инженерно-строительного института, друзья. Біз бұрынғы инженерлік құрылыс институтының студенттері 1995 жылы Ақмолада өз кәсібімізді бастадық. Ел астанасының осында көшірілуі біздің компаниямыздың қарыштап дамуына серпін берді. Ол кездері іскер азаматтардың көпшілігі құрылыспен айналысты. Бірақ барлығы бірдей өз кәсібін бұлай дөңгелете алмады. Біз мамандардың біліктілігін арттырып, жаңа технологияларды пайдалануға көптеп көңіл бөлдік. Маркетинг саласын меңгеріп, біздің тұтынушыларымызға не керектігін зерттедік. 2007 жылға дейін біз тек эконом санаттағы үйлерді салып келдік. Кейіннен 2008 жылдардағы дағдарыс кезінде қағыда зерттеу жүргізіп, одан шығу үшін премиум бизнес санаттағы үйлерді салдық. Со всеми учебными заведениями связь поддерживаем. Ал кадр мәселесіне келер болсақ, біз барлық оқыту мекемелерімен байланыста жұмыс істейміз. Студенттерді тәжірибеден өткіземіз, жұмысқа орналастырамыз. Былтыр арнайы бағдарлама аясында 200 студентті іріктеп алдық. Олар оқудан бос уақыттарында осында тағылымдамадан өтеді. Әрі істеген жұмыстарының ақысын төлейміз.
Қазіргі таңда еліміздегі жоғарғы оқу орындарының саны 12-ге жетті. Онда тәуелсіздік алғаннан бері 2,7 миллион адам білім алған. Ал техникалық және кәсіптік білім беретін колледждердің саны 800-ден асты. Бұл 1991 жылмен салыстырғанда 114-ке көп. Бүгінде онда 500 мыңға жоқ студент білім алуда. 2013 жылмен салыстырғанда дуальды оқыту жүйесі енгізілген оқу орындарының саны 62% артты. Бүгінде 348 колледж кәсіпорындармен бірлесіп маман даярлайды. Өндіріс орындары жастарды өздерінде тәжірибеден өткізуге атсалысып жатыр. В 2013 году я поступил в политехнический колледж города Астаны. 2013 жылы мен Астанадағы политехникалық колледжге оқуға түсіп, құрылысшы мамандығын таңдадым. Екінші курстан бастап салынып жатқан құрылыс нысандарына барып, тәжірибеден өттік. Ламинат төсеп, есікті қалай құру керектігін үйрендік. Кейіннен оқуды бітірген соң маған ағаш ұстасы болып жұмыс істеуді ұсынды. Әрине оған мен қуана келісіп, жарты жылдай жұмыс істедім. Дуальдық оқыту жүйесі өте тиімді. Мәселен, колледжде өтетін сабақтың 35% теория болса, қалған 65% тәжірибеге арналады. Егемендік алғаннан кейінгі жылдары Қазақстанда жалпы ішкі өнім 20 есеге артты. Оған көптеген өндіріс орындарының іске қосылуы сеп болды. Мәселен, жалпы ішкі өнім өсімінің 3/1 бөлігі индустрияландыру жол картасы жобаларына тиесілі. Елімізде бұрын сонды болмаған өндіріс орындары ашылып, нәтижесінде өнеркәсіптік өнім көлемі де 20 есеге артты. Тіпті ұшақ құрастыру саласында меңгердік. Отандық Қазақстан инжиниринг ұлттық компаниясы мен француздың Еврокоптер кәсіпорны бірлесіп, әскери көліктік тікұшақтарын құрастырып жатыр. Әскери өнеркәсіпті жан-жақты дамыту үшін заманауи оптикалық құралдар өндіретін зауытта ашылды. Онда барлау құралдары, көздеуіштердің түр-түрі шығарылады. Мекеме басшылығының айтуынша, сұраныс көңіл көншітерлік. Осы уақытқа дейін шығарылған қондырғы саны 10 мыңнан асты. Сұраныс бар, тапсырыс бар. Енді біздің клиентіміз үкімет, қорғаныс министрі және басқа министрліктер сұраныс болады. Және де келіп те жатыр сұраныс. Зауыт 2013 жылдың желтоқсан айында ашылғанын ескерсек, арада 3 жыл өтті. Осы уақыт аралығында мұнда құйылған инвестиция өзін-өзі ақтады ма? Бұл инвестиция өз-өзін ақтау үшін 7-8 жыл уақыт керек. Бірақ жоспарға сәйкес болып, осы 3 жылдың ішінде инвестициямыздың қайтып келе жатқаны дәлелдеуге болады. Мұнда қанша адам жұмыс істейді? Бүгінде кадр тапшылығы сезіледі ме? 100 кісіге жақын маман жұмыс істейді. Кадр тапшылығы әрине бар. Қазақстандағы қазіргі жағдайымыз бұл инженерлік кадрлар, шет тілін білген инженерлік кадрлар. Енді болашақ программасының енді бағытталып келе жатқаны инженерлік салаларға оқытып жатыр. Енді оны біз оның қызығын бір 4-5 жылдан кейін көреміз деп ойлаймыз. 2 жыл бұрын дуалдық оқыту бағдарламасы бойынша біз бүгінге дейін 55 кісі осы жерде стаж дейміз. Осы келіп осында жұмыс істеп кетті. 4 ай, 5 ай, жарты жылда істеді. 3 колледжбен меморандумға қол қойғанбыз. Осында келіп тұрақты істеп жатыр балалар. Кәсіпорын өзінің толықтай қуатына шықты ма? Толықтай қуатына былтыр біз жеттік. Қазақстан дүниежүзілік банктың Doing Business рейтингінде 35-ші орыннан көрінді. Бұл дегеніміз бізде бизнесті дамытуға қолайлы жағдай жасалған. Бүгінде елімізде тіркелген орта және шағын кәсіпкерлік субъектілерінің саны 1,5 миллионнан асып жығылады. Онда 3 миллионнан астам адам жұмыс істейді. Орта және шағын кәсіпкерліктің жалпы ішкі өнімдегі үлесі 25-6%. Шағын серіктестіктің директоры Азамат Шалмағанбетов Қазақстанда өз бизнесін ашамын деген азаматтарға еш шектеу жоқ дейді. Кәсіпкер Ангус Герефорд сиырларының етін өзгеше әдіспен өндіреді. Все начиналось в первую очередь исследование. Мен жарты жыл бойы осындай қаптамадағы етті қалай дайындау керектігін зерттедім. Содан кейін тиісті әдісті ойлап тауып, қазақстандық патент алдым. Етті осылай әзірлеу жолдары әлемдік тәжірибеде бар. Алайда біз бұл үрдісті жаңғыртып, өзіндік дайындау әдісін ойлап таптық. Әрине мұндай дайын өнімге тапсырыс өте жоғары. Тіпті сұранысты қамтамасыз етіп үлгере алмай жатырмыз. Біз Герефорд және Ангус тұқымды сиыр етін шаруа қожалықтарынан алып, айына 4 тонна осындай дайын өнім өндіреміз. Қазір өндірісті ұлғайтып жатырмыз. Шұжық пен колбаса өндіруді қолға алдық.
Екінші цехты ашқаннан кейін айына 20 тоннаға дейін өнім өндіруді көздеп отырмыз. Бастысы осы әдіспен дайындалған еттің құрамында ақуыз мөлшері көбірек болады, яғни денсаулыққа пайдалы. Егемендік жылдары қазақстандықтардың өмір сүру жасы шамамен 4,5 жасқа ұлғайып, бүгінде 72-ні құрады. Ал өлім-жітім көрсеткіші 6%-ға төмендеді. Қуантарлығы, ана мен бала өлімі азайып отыр. Мәселен, егемендіктің алғашқы жылдары босанған 1000 әйелдің 67-сі қайтыс болса, былтыр соңғы көрсеткіш 12-ні көрсетті. Яғни, ана өлімі 5 есеге, ал бала өлімі 3 есеге азайды. Күн сайын елімізде 1000 сәби дүние есігін ашады. Жылына 400 мың қазақстандық туылады. 25 жылда адам өмірін жалмайтын қатерлі ісік 33, туберкулез 66, түрлі жарақаттармен улану 23%-ға қысқарды. Бұл денсаулық сақтау саласын реформалау мен саламатты Қазақстан бағдарламасын іске асырудың жемісі. Соңғы жылдары елімізде озық қондырғылармен жабдықталған заманауи медициналық мекемелер салынды. Онда бұрын соңды жасалмаған емдік шаралар қолға алынды. Мәселен, 2012 жылдан бері 1000-ға жуық ағза ауыстыру операция жасалды. Бауыр ауыстыру, жүрек алмастыру операцияларын отандық мамандар меңгеріп, талай жанға өмір сыйлады. Осындай күрделі емдік шаралар алғаш болып, елордадағы ұлттық ғылыми орталықта Абай Байгенжиннің басқаруымен жасалды. 46 жыл бойы талмай еңбек етіп келе жатқан тәжірибелі дәрігер елімізде медицина саласы қарқынды дамығанын айтып отыр. Абай Қабатайұлы, сіз отандық медицина саласын дамытуға үлес қосып келе жатқан дәрігерлердің бірісіз. Сіздің пікіріңізше, аталмыш салада 25 жылда қол жеткізген басты жетістік қандай? Енді мен шынында да тәжірибем мол. Осы тек қана 25 жыл емес, оның алдында 20 жыл мен Совет үкіметінің кезінде дәрігерлік қызметтерін жасағам. Айырмашылықтары жер мен көк сияқты. Өйткені біз дүние жүзінде қандай технология бар, соның бәрін кіргіздік. Егер есіңізде болса, 2004 жылы біз Қазақстанда тұңғыш болып жүрек операция бастадық. Сол кезде 2004 жылы мысалы Қазақстанда 80 мың адам жүрек ауруынан кетіп жатты, шатынап кетті. Қазіргі кезде, осы 11 жылдың арасында, ол өлімді біз 59% азайттық. Оның барлығы бір күндегі жұмыс емес. Ол технологияның бәрін ең бірінші өзімізде меңгердік. Сосын барып, өзіміздегі Қазақстанның жас дәрігерлерін үйреттік. Соның барлығын трансферт жасадық облыстарға. Қазір бүкіл облыста жүрекке операция жасайдық. Әрбір облысымызда. Жылына 30 мыңға дейін операция жасаймыз. Шетелден келіп жатыр. Осы 2 жылдың арасында 200-ден астам ауру Америка құрама штаттарынан, Кувейттен, Индиядан, Қытайдан, Россиядан, тағы сол елдерден келіп емделіп жатыр. Оның барлығы бүгінгі жетістіктер ғой. Яғни бұрындары ем алу үшін азаматтарымыз шетел асуға мәжбүр еді. Қазір мұндай күрделі операцияларды елімізде жасау үйреншікті жағдайға айналды. Бірақ осы ем-дом шаралары қаншалықты сәтті өтуде? Өте сәтті. Қазіргі біздің көрсеткіштеріміз сол Европа деңгейіндегі көрсеткіштер. Жақсы. Ал сіздің дәрігер ретінде басты арманыңыз қандай? Біздің қазақстандықтар орта жасы 80-ге келу, сол басты арманымыз. Жиырма 25 жыл тек айтуға оңай. Бұл жас адамның азғана ғұмыры секілді көрінгенмен, қас тұрып қадам басып, биік белестерді бағындырған еңселі елдің тарихы. Өз тағдырын өзі шешіп, өзін өзі басқаратын, алға қойған бағдар айқын, мақсаты биік, өткенін ұмытпайтын, келешекке сеніммен қарайтын тәуелсіз қазақ елінің жүріп өткен жолы.